Сәлем достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмді пончиктер жасап көрсетемін. Дәмді пончиктер жасау үшін бізге қажетті заттар: 550 грамм ұн, 60 грамм қант, 2 жұмыртқа сарысы, 11 грамм аштықы, 260 грамм сүт, 50 грамм сары май, 1 шай қасық ванилин және де 1 шөкім тұзды пайдаланамыз. Алдымен құрғақ ыдысқа ұнды електен өткізіп саламыз. Ұнды електен өткізіп алдық. Ұнның үстіне 1 шөкім тұз, қант және ванилинді саламыз. Саламыз да араластырамыз. Араластырып болдым. Аштықының үстіне 5 қасық сүт құямыз. Одан кейін араластырамыз. Араластырып болдым. Араластырып болғаннан кейін сүтті құямыз. Оның үстіне аштығымызды саламыз. Және жұмыртқаның сарысын саламыз. Барлығын салып болғаннан кейін жақсылап тұрып миксерлейміз. Енді менде үлкен миксер болмағандықтан мен күнделікті миксерді қолданамын. Араластырып алайық шамалы. Миксерлеп болдым. Миксерлеген кезде қамырымыз кеңдеу ыдыста болу керек, себебі мына үй жағдайындағы миксермен миксерлеген кезде қолдарыңызды абайлаңыздар. Миксерлеп болғаннан кейін оның үстіне сары майымызды ертіп құямыз. Енді 15-20 минуттай қамырды миксерлейміз. Қамырды миксерден өткізіп болдым. Сіздер осындай миксермен жұмыс жасайтын болсаңыздар, қолдарыңызды абайлаңыздар және де ең төменгі жылдамдықпен миксерлеңіздер. Яғни қамырымыз осындай жұмсақ шығу керек. Өте жұмсақ шыққан. Қамырды қайтадан ыдысқа саламыз. Пищевая пленкамен жауып болғаннан кейін қамырдың көтерілуін күтеміз. 1 сағат 40 минут уақыт өтті. Ашып көреміз. Қамырымыз өте жақсы көтерілген. Үстінен басып көреміз. Өте жақсы көтерілген. Енді оны алып үстіне қоямыз. Содан кейін осылай етіп бірнеше бөлікке бөліп аламыз. біздің
біздің қамырымыз өте жақсы ашыған, көрініп тұр. Қамырымыз өте жақсы көтерілген. Енді осы қамырды екіге бөлеміз. Бөліп алып, өлшеп қараймыз. Бес 58. Яғни біз қамырымызды 40-41 қылсақ жарайды. Қамырларды өлшеп алғаннан кейін осылайша етіп жасаймыз. Содан кейін мына жерге етіп дөңгелетеміз. Яғни дөңгелектенді. Енді оны осылайша етіп қиып аласыздар. Сосын оның үстіне орналастырамыз. Осылайша барлығын жасап шығуымыз керек. Осылай етіп барлығын дөңгелектеп аламыз. Одан кейін 20 минутқа қоя тұрамыз. Осылай етіп барлығын дөңгелектеп аламыз. Одан кейін 20 минутқа қоя тұрамыз. Осылайша етіп басып болғаннан кейін 10 минутқа тағы да қоя тұрамыз. Таза әрі құрғақ ыдысқа сары майымызды ерітіп аламыз. Қызып тұрған майға шоколадымызды салып, шоколадты глазур жасаймыз. Тез араластырып аламыз. Көп тұратын болса, шоколадымыз кетпейді. 20 минут уақыт өтті. Осындай кремнің насадкасы арқылы дөңгелектерді ойып аламын. Ойып алғаннан кейін 5 минутқа қоя тұрамыз, одан кейін пісіруге кірісеміз. Осылай етіп суытамыз. Ендігі кезекте пончиктерді батырып, бетін әсемдеуге болады. Пончиктерді шоколадты глазурға батырып, осылай етіп алғаннан кейін үстін әсемдеуге болады. Осылай етіп әсемдейміз. Пончиктерді шоколадты глазурға батырып, осылай етіп алғаннан кейін үстін әсемдеуге болады. Осылай етіп әсемдейміз. Пончиктер өте жұмсақ және осындай болып шықты. Енді осыны шоколадты глазурға батырамыз. Батырғаннан кейін үстін
кокос ұнтағымен әсемдейміз. Осылайша етіп әртүрліше әсемдеуге болады. Достар, біздің пончиктеріміз дайын болды. Өте дәмді, әрі жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алыңыз үшін міндетті түрде подписация мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.